Ол маусым сайын 40-қа жуық гол соғып, бірнеше жыл қатарынан тұрақты нәтиже көрсетіп келеді. Чемпиондар лигасын жаңа ғана жеңіп алған клубқа ауысты. Бәрі мінсіз болады деп ойладық. Бірақ бәрі жоспар бойынша өрбіген жоқ. Бірден келісіп алайық, біз қазір Килиан Мбаппені асыра бағаланған ойыншы, тек жарнама арқылы танылған спринтер немесе кездейсоқ шыңға шыққан футболшы деп көрсетпейміз. Өйткені бұл шындыққа жанаспайды. Мбаппе өз буынның нағыз таланты. Қабілеттер жиынтығы бойынша заманның ең дарынды футболшыларының бірі, бәлкім ең үздігі, сондықтан оның Реал Мадридке ауысуы заңды қадам сияқты көрінді. Пари Сен-Жермен сапында Чемпиондар лигасын жеңе алмаса да, Реалмен бұл тек уақыттың еншісінде деген сенім болды. Алайда күтпеген жерден клуб ұтуға болатынның бәрінен айырылып жатты. Соған қарамастан, Мбаппе өз жұмысын атқаруын тоқтатпады. Ол тұрақты түрде гол соғып, рекордтар жаңартып, алтын бутсыны иеленді. Бірақ бұл жетістіктер командалық трофейлерге әсер етпеді. Мбаппенің Мадридтегі алғашқы маусымы оңай басталған жоқ. Бұл біз Парижде көрген Мбаппе емесі. Оның өзі де бұл командада қандай рөл атқаруы керегін әлі толық түсінбегендей әсер қалдырды. Алғашқы Эль Класико бөлек әңгіме. Үнемі офсайдқа түсіп қалу, уақытты дұрыс есептемеу, түсініксіз шешімдер. Иә, аса сәтсіз болды деу қиын. Бірақ күткен деңгейден төмен екені анық еді, сосын бәрі өзгергендей болды. Ол қарқын алып, өз ырғағын тауып, голдарды топ-тобымен соға бастады. Нәтижесінде Реалдың бір маусымдағы гол рекорды, алтын бутсы және команданың шабуылдағы басты тұлғасына айналу, соңғы Эль Класикода хет-трик жасап, допты талап етіп тұрды, нағыз көшбасшыға тән мінез көрсетті. Бірақ бұл да жеткіліксіз болды. Реал сол маусымдағы классиколарда жеңіліс тапты. Барселона оларды барлық кубоктарда жеңді. Арсенал Чемпиондар лигасында мадридтіктерді ауыр соққымен жарыстан шығарды. Маусымдағы жалғыз жүлделер УЕФА суперкубогы мен FIFA клубтар арасындағы құрлықаралық кубогы ғана. Иә, бұл да жетістік. Бірақ оны дәл осы үшін шақырған жоқ. Қызық парадокс туындайды. Жеке көрсеткіш бойынша Мбаппе бәрін жасады. Алайда турнирлік кесте Реалдың деңгейімен салыстырғанда толық сәтсіздікті көрсетеді. Екінші маусым әлдеқайда сенімді басталды. Артық қыздырусыз. Алғашқы 10 ойында 14 гол. Маусымдағы алғашқы классикода жеңіс, турнирлік кестеде 5 ұпайлық басымдық, бәрі өз орнына келгендей көрінді. Бірақ мәселелер қайтадан байқала бастады. Реал күтпеген жерден ұпай жоғалтып, жеңіске жетуге тиіс матчтарды тең нәтижемен аяқтай бастады. Чемпиондар лигасында тағы да сәтсіздік, Бенфикадан жеңіліс, онда Мбаппе 2 рет гол соққанына қарамастан, команда 1-8 финалға тікелей жолдамадан айырылды. Сол матчтан кейін Мбаппе, чемпион команда бірде жақсы, бірде нашар ойнай алмайды деп ашық айтты. Бұл сөз диагноз іспетті, сонда сұрақ туындайды. Неге дәл осындай жағдай оның командаларында қайталана береді? Тереңірек үңілсек, бұл көрініс кездейсоқтыққа тым жиі ұқсайды. Реалда ол дерлік барлық голды өзі соғады. Бірінші маусымда ең жақын қуғандар Винисиус Жуниор 11 гол, мен Джуд Беллингем 9 гол. Екінші маусымда айырмашылық одан да ұлғайды, шабуыл бір ғана бағытпен жүретіндей. Барлығы Мбаппе арқылы. Барлығы соны іздейді, шешуші сәтті дәл сол шешеді деп күтеді. Мәселе Мбаппенің әлсіздігінде емес. Мәселе команданың бір батырмалы болып кетуінде, оны жапса, ойын тұралайды. Жоспары жоқ, рөлдерді қайта бөлу жоқ. Бәрі оның бір сәттік шабытын күткендей күйде қалады. Осыдан келіп негізгі сұрақ туады. Мбаппе өз командасын байқамай әлсіретіп жүрген жоқ па? Бұл ой алғаш естігенде оғаш көрінуі мүмкін. Бірақ Пари Сен-Жерменнің жағдайына назар аударыңыз. Мбаппенің Париждегі соңғы маусымы 44 гол, 10 нәтижелі пас. Ал ол кеткеннен кейін PSG тарихындағы ең сапалы футболын көрсете бастады. Жинақы, допсыз, агрессиясы жоғары, командалық ойыны үйлескен, қысым, тепе-теңдік, құрылым бәрі жүйеге түсті. Усман Дембеле өміріндегі ең үздік маусымын өткізді, Чемпиондар лигасымен алтын доп. Ал Луис Энрике сабырмен айтты, команда Килиан Мбаппе сізде мықтырақ болды. Негізінде, Энрике бұл ойды әлдеқайдан айтқан, бірақ көпшілік оны дұрыс түсінбеді. Ол Мбаппенің талантына күмән келтірген жоқ. Ол тек сол таланттың құны туралы айтты, яғни супер жұлдыз допсыз ойында толық жұмыс істемесе, командаға қандай әсер ететінін меңзеді. Энрике шынайы көшбасшылықты түсіндіруге тырысты.
жоспар бұзылғанда команданы сүйреп шығу, шабуыл сәтсіз болса артқа жүгіріп көмек көрсету, серіктестердің қателігін түзету. Ол мысал ретінде Майкл Джорданды келтірді. Қиын сәтте қорғаныста тер төгіп, мінезбен стандарт қоятын тұлға. Көшбасшылық тек нәтиже емес, әрекет пен жауапкершілік. Ал Мбаппе классикалық таза тоғыздық шабуылшы емес. Ол Эрлинг Холланд секілді қорғаушыларды арқасымен тіреп ұстап, қорғаныс сызығын бекітпейді. Ол көбіне екінші форвард рөлінде ойнайды. Ал топ командалар оған кеңістік бермесе, шабуыл шатасып, абдырап көрінеді. Мұндай кезде Джуд Беллингем шабуылшы жасауы тиіс жүгірістерді өз мойнына алады. Ол қорғаушылардың артына үнемі кіруге тырысады, команданы алға сүйрейді. Айып алаңына да жиі өзі кіреді, сонда сұрақ туындайды. Негізгі 9-шы нөмірдегі шабуылшы Мбаппе бұл міндетті орындауы керек емес пе? Көбіне, тіпті әрқашан. Бірақ шындығында Беллингем үнемі сол әрекеттерді жасайды. Кеңістік іздейді, пас алады, командаға ойнауға мүмкіндік береді. Қараңызшы, ол қайтадан алға ұмтылады, қайтадан қорғаушылардың артына кіреді, айып алаңында өзі жүреді. Ал негізгі 9-шы нөмір қайда? Беллингем, яғни сіздің 9-шы нөмірі емес, осыдан шығады негізгі мәселе. Ойынның құрылымы бұзылғанда матчтар жеңіл өтпейді. Ал команда сол рөлдерді өзара бөліспегенде шабуыл шатасады және қараңызшы, сіздің 9-шы нөміріңіз қайда? Иә, мен де ренжілер едім. Әрине, ренжілер едім. Пари Сен-Жерменде де солай болды. 2017 жылдан 2024 жылға дейін 255 гол. Әр маусым Францияда үстемдік, бірақ әр маусым Чемпиондар лигасында сәтсіздік. Бавария мен финал, Манчестер Сити мен жартылай финал, тіпті 1-8 финалда шығып қалу, барлығы керемет статистикаға қарамастан, менеджерлердің де әсері болды. Көп болды, бәрі бірдей емес, тек бір жүйелі басшы ғана керек еді. Жүйе Килиан Мбаппе айналасында айнала бастады. Тренердің беделі әлсірейді, және ол кетеді. Карло Анчелотти, Чави Алонсо, Томас Тухель, Патиньо, бірақ тек біреу қарсы тұра алды, Луис Энрике. Сол ғана Мбаппесіз Чемпиондар лигасын жеңді. Мадридтегі ең айқын мысал ойын кезінде емес, сыртында болды. Барселонаға құрмет коридорын беруден бас тарту. Мбаппе, команда тыңдады деді. Сол сәтте тренер раздевалканы толық бақылаудан шығарды. Міне, Мбаппенің негізгі парадоксы, ол керемет. Басқалардың жасай алмайтынын жасайды. Бірақ команда оның әсеріне тәуелді болып кетеді. Олар оның үшін ойнайды, бірге ойнайды. Ал матчтарда төзу, жұмыс істеу және қайта құрылу қажет болса, бұл бүтін жүйені бұзады. Тек Францияда ғана ерекшелік бар. Сол жерде Мбаппе механизмнің бөлігі, орталығы емес, құрылым ойыншыдан жоғары, және бұл жұмыс істейді. Луис Энрике оны ең алғаш көрді. Ол талантқа қарсы шықпады, керісінше оны өзіңнің асыра тәуелділігінен сақтауға тырысты. Бүгінде Мбаппе қайтадан гол соғып жүрсе де, басты трофейлерсіз қалса, Энрикедің сөздері сын емес, ерте қойылған диагноз сияқты естіледі. Осылайша біздің бүгінгі шығарылымымыз аяқталды. Достар, пікірлеріңізді комментарияда бөлісіңіздер. Егер Мбаппе нағыз дарын деп ойласаңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Және мұндай контентті көбірек көргіңіз келсе, арнаға жазылыңыздар.